Сәлем достар. Кеше 26 июнь, 26 маусым күні Диананың туған күні болды. Бүгін 27-сі сабаққа бетке дейін болды. Енді қазір Диана екеуміз Диананың туған күнін тойлауға барайын деп жатыр. Қазір бірінші супермаркетке барып керекті заттар аламыз. Оның туған күнін біз судың жағасында стейк пісіріп тойлайын деп жатыр. Үйге не керексің ол? Bir mынандай ет алдық, стейк бар. Біз қазір супермаркеттен келе жатырық. Продуктілерімізді алып алдық. Ет алып алдық, көмір алып алдық. Қазір үйге бар заттарымызды аламыз да. Сосын судың жағасына, мұхиттың жағасына барамыз. Мына жерде бірдеңе болып отыр. Al, bismillah. Көрейік ал. Иіс шығып жатыр. Дауыс шығып жатыр. Қара. Ал біздің тамақтарымызға келіп. Күш. Бірыңғай қылып алғанда шоғында. Біреуін кішкентай. Ортасында ғана тұрып қойдыңдар. Қоп-қоңырлық уже. Келесте таяқтап жүрерміз. Таяқ емес андай. Мына жақта бұталары да жоқ, ағаштардың. Ағаш таппай жатырық қой. Қазақстандағыдай жерден талдарды теріп сала салатын. Қалсам енді. Давай. Істеппін дәм. Дәл піскен де? Пияз керек пе? Ha? Жағын алайын. Міне біз келдік. Ана жерде мұхит, тынық мұхиты. Еттерімізді дайындадық. Мына жақта бір ет пісіп жатыр. Міне. Басында қорқып едік, піспей қала ма деп. Әдейі болып пісіп жатыр. Қазір дастархан жасаймыз. Осы жерге тамақ ішеміз. Мына жақта тағы да 3 кусок ет бар. Бұл жіңішкелері. Осыларды пісіреміз. Пияз не істейін? Ол көкөністерді пісіреміз. Пісіресің бе? Бүйтіп, мұндай қылып, былай бүйтіп, мына жерден бір кеш, мына жерден бір кеш сөйтіп. Ана еттерін, мына кішкентай еттердің қасына қойып жібереміз қалғанын. Айналада бәрі осылай демалады. Піспейін болса жыламайсың ғой, Жылай. Ой, ішіп қоп-қоңыр ма? Піскен ғой, Нормально. Екі оп-оңай кіріп тұр.
жауып қоясың ба пока? Мынаны да салып жіберейін үстіне. Ана свежийларын бірге қоямыз да. А? Не істешейші? Көлеңкеге қойып қояйық ананы. Қалғандарын. Келесте жаңағыдай қалыңнан екеуін алу керек. Ә? Сосын анан екеуін мысалы бір қойып бүйтіп тұрамын. Бірге пісіріп тұрамын да соны. Сухой болып ана біріншісінде емес. А? Шамалы деген шамалы. Шынымен жаңағы бәрі майы болған сол деймін. Ана сияқты ше. Көршілеріміз келді. Қазақстаннан. Осман. Ал керек қалса. Норик, кім баласың? Баламыз бар ғой. Де? Мынандай наглостьті көрдіңдер ме? Көш! Тамақ шолдық қазір енді. Иә, стейк жеп алдық, көршілерімізді кездестірдік, көршілерімізбен бірге тамақ жеп алдық. Мына жақта енді қазір артта пляж. Пляждың жағасына барамыз. Фрукты жеп жатамыз деші. Кеше біз жүрек қазып тренд жасап едік, мыналар деген. Соны қайталап жатыр. Хит болып кеткен мына жақта. Нән жүрек қазайын деп жатыр. Ә? Міне. Мыналар жүректері кішкене ұқсамай қалыпты. Міне. А? Иә. Айнала бәрі жүрек қазып тастаған мына жердің бәрінде. Міне, мынау да қазып жатыр. Міне, мына жерде жүрек болып жатыр. Айнала махаббат. Ананас күшті тәтті. Қымбат бақ жүріктемізі. Қана батып атқанда күшті видео шығады. Ой. Осындай қазір жағдай. Бітті стейктің күні. Десеш? Не айтайын? Болды бүгінгі. Бүгінгі күнге бітті. Диананың туған күнін тойладық. Кеше Диананың туған күні болды. Кеше не жедік бар? Паста. Паста жеп келдік. Коронада. Иә. Паста жеп келдік бар. Коронада Бүгін ет сатып алып стейк пісірдік. Стейк пісірген ұнады бізге. Келесі жолы тағы да аламыз. Мұнда келеміз. Мұнда барлық жағдай бар. Мына жерде столдары бар. Стейк пісіретін жерлері бар. Тегін пляж. Тегін барбекю. Тегін барбекю, иә. Сау болыңыздар.